қандай түсінік? Мынау жаңағы мазхаб ұстау бұл бидғат. Әр адам өзі Құранды оқып түсіну керек. Оған Құранның кейбір аяттарын біз ашық Құранды түсірдік деп тұр. Сондықтан ол жердегі барлық нәрсе ашық. Жаңағы ғабит ұстаз айтқандай кейбір мәселеде міндетті түрде имамдардың иштихаты қажет деген секілді нәрсе ол қажет емес. Сондықтан хадисті де алып оқи беру керек. Ол әр адамға доступный, жаңа қолжетімді деген негізде осындай адасушы, қателесуші топтар бар. Себебі біз неге адасушы, қателесуші деп отырмыз? Егер біз осы Құрандағы жәнегі хадисте келген кейбір мәселелерді бәлкім көп мәселелерді біз осы имамдардың түсіндірмесімен алмайтын болсақ, біз міндетті түрде адасамыз. Біріншіден, Алла Субхана тағала Құран-ы Кәрімде айтты: «Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун» деді. Білмегендеріңді білгендерден сұраңдар деп, осы ғылым егелеріне, иштихат мамандарына бізді Алла тағала бұйырып жатыр. Сендер білмеген, сол Құранды білетін, сол хадисті түсінетін адамдардан сұраңдар деп жатырды. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Әл-ғулама варасатул әнбия» дейді. Ғалымдар, ғұламалар бұл пайғамбарлардың мирасқоры дейді. Ал егер Құранды әркім түсініп, хадисті әркім түсіне алатын болса, онда ғалымдардың функциясы не? Онда ғалымдардың пайғамбардың мирасқор болуының мәні не? Болмаса Алла тағаланың жаңағы жоғарыдағы аятындағы білмегендеріңді білгендерден сұраңдар деуінің аяттың мәні қалмайды ғой. Жоқ, бұл аяттардың өзіндік мәні бар. Ол Құранда бірнеше аят бар, сендердің араларыңда жаңағы үкім шығаратын бір топ болсын деген аятта бар жаңағыдай. Көрдіңіздер ме? Сондықтан осы аяттар бізге мазхаб ұстаудың дұрыс бұрыстығын, керек қажет екендігін көрсетіп беріп отыр.